Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Жеңіс Меңдіғалиұлы. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Мен мектеп бітірген 1996 жылы Орал қаласында үлкен 3 оқу орны болды. Біреу енді ауыл шаруашылығы институты, екінші өнер, үшінші педагогикалық институт. Енді колхоз совхоз тарап жатқан мезгілде ауыл шаруашылығына бару мен үшін өзекті болмады. Өнер институтына баруға бойымда ондай өнер болған жоқ. Сосын қалғаны педагогикалық институтта, оның ішінде өзім мектептен жақсы көретін математика, физика бағыты бойынша физмат факультетіне оқуға түскен болатынмын. Директор болам деп мен алдыма мақсат қойған жоқпын. Себебі мен алғашқы жұмысымды өзімнің туған ауылымда бастаған болатынмын. Ол жерде 3 жыл жасап басқа ауданға ауыстым, одан 2 жыл жасап қалаға ауыстым. Соның барлығында да мен директорлық ұсыныстың бәріне бас тартып, сол мұғалім болам деп орын ауыстырып отырдым. Мақсат болған жоқ. Биылғы мектептіктен айтарым, Санжар Керімбай деген ағаларымның Бейсен және болмыс деген кітабы бар. Соны оқып шығуды ұсынамын. Себебі мен өзім мектеп кезінде осындай кітап оқыған кезде өмірімді басқаша елестетер едім. Мұғалім болмасам, мен не инженер, не дәрігер болатын едім. Мен 2-ші класста оқып жүрген кезде қысты күні құлақшынның бөріктің құлақшынын түсірмей, соны түсіруден ұялып, құлағымды түсіріп алған уақыт болды. Ең қызықты оқиға сол. Мен 2000 жылы мектепке мұғалім болып кірістім. Содан үзіксіз мұғалім болып келе жатырмын. Енді адам жұмыс жасаған сайын әр жылда өсіп отырады, дамып отырады, жетіліп отырады. Сондықтан менің әрбір жылым, алдыңғы жылым, келесі жылдың бастауы, келесі жылым алдыңғы жылымнан ары қарай ілгерілеп отырды деп есептеймін. Сондықтан да бір жылды мен бөліп ала алмаймын. Әрқайсысының өзінің маңызы бар. Ең бастысы жұмыс жасаған кезде тек қана ілгерілеп отыру керек. Әрине, ондай нәрсе болады. Сол бастауыш мектепте оқып жүрген кезде домбыра үйренуді армандағам. Сол үшін біраз әуреге түстім, талай ырымдар жасадым. Басыма домбыраны жастанып жатып ұйықтап, қасына нан қойып жатып ұйықтап, таңертең тұрғанда домбыра тартып кететіндей болып армандадым. Бірақ домбыраны кішкене шертуді үйрендім, кәсіби деңгейде тартуды бәрібір үйрене алмадым. Кітап негізі кино сияқты біз үшін. Кітап ұнамаса, оны бастағаннан кейін соңына дейін оқымайсың. Яғни оқып шыққан кітаптың барлығында сүйікті деп айтуға болады. Соңына жетпеген кітаптар енді ол өзігінен іріктеліп қалатын, ұнамаған кітаптар болып табылады. Сондықтан оқып шыққан кітаптың барлығы да сүйікті мен үшін. Енді лицейге жаңадан келген кезде мен қарсыламаған, кет деген адам болған жоқ. Сондықтан жақсы қарсылады деп ойлаймын мен. Оқушыларға айтарым, енді Ғабит Мүсіреп ағаларының андай сөзі бар. Жас көңіл тың жер сияқты, не ексең сол шығады, және молынан шығады деген. Сондықтан да жастық шақтарыңды босқа өткізбей, білімге, өнерге, оқуға арнап, ең бастысы уақыттарыңды тиімді пайдаланып, болашаққа қажетті дағдылардың, біліктіліктердің барлығын меңгеруге тырысыңдар. Ең бастысы уақытты тиімді пайдалану.